Сәлем достар, бүгін бурек пісіретін боламыз. Сырмен және картошкамен. Өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкамызды осылай асып алдым және осылай езіп, дәмін келтіру үшін мен бірінші кішкене сармайға осындай жуамызды қуырып картошкамызға саламын, тұз бұрышын салып, әбден араластырып аламын, пюре жасап. Дәл осындай домалақ лавашты ортасынан кесіп, және тағы оны екі бүктеп, біз оны 3 бөлікке бөлетін боламыз. Дәл осылай. Өте тез дайын болады және тез пісетін дәмді. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Қараңыздар достар, енді мен отдельно моцарелла сыры сонымен жасадым отдельно, және де картошка қосып, пюремді қосып, үстіне сыр салып, тағы да орап жасадым. Олай да өте дәмді шығады достар. Мен айтам деп ұмытып кетіппін достар, еще мына лаваштың осындай қызарған жағын ішіне қарай жіберіңіздер. Дәл осылай картошканы салып, сыртына кішкене моцарелла сырын саламыз да, дәл осылай орап, шетіне су жағамыз. Сумен кішкене жағамыз, сонда ол бізде жабысып қалады. Жабысатын жағын төмен қаратып қоямыз. Көрдіңіздер ғой, ешқандай қиыншылығы жоқ. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар өте дәмді болып шығады және тез дайын болады. Кешкісінгі асқа осылай тіске басар қылып жасап шығамын. Өте керемет шығады достар, міндетті түрде жасаңыздар. Қараңыздар достар, өте ыстық, қараңыздар, керемет қыстырлап тұр.